Баршаларыңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен талшын. Қазіргі сезонның хит сусыны дыня шейк жасайтын боламыз. Өте дәмді, салқын, керемет болып шығатын болады. Сақтап алып жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бізге қауын немесе әңгелек қажет болады. Жақсылап жуып, бөліктерге бөліп, осылай ішіндегі дәнін алып тастаймыз және осылай бөліктерге бөліп, турап дайындап қоятын боламыз. Ары қарай жақсы піскен, жұмсақ, дәмді бананымызды алып, осылай сыртын ашып, және бұны да турап дайындап қоямыз. Енді кез келген мороженый түрін қолдана берсеңіздер болады. Оны да ашып, және осылай бөліктерге бөліп, турап дайындаймыз. Енді дыня шейкімізді жинауға кірісетін боламыз. Блендерге ең алдымен турап дайындап алған бананымызды және қауынымызды, үстінен мороженый және кез келген сүт түрін қолдансаңыздар болады. Сүттің температурасы маңызды емес. Сүтімізді құямыз. Бұл жерде мен қойытылған сүт қолдандым. Сүтімізді құйып және үстінен ең соңында қатырылған мұзымызды салып блендерлеп алатын боламыз. 1 минут көлемінде блендерлейміз. Мінекей біздің сусынымыз дайын. Жаз айында түскі уақыттарда өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған талшын, әлі де көптеген пайдалы видеолар салатын боламын. Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.